Оларда қазір байлық бар, атақ бар, бәрі таниды и как-то бәрі бар болып тұр да, бірақ өздерінде емес, в общем. Негізі таро карта ол негізі самовнушение мен интуицияға негізделген ғой. Сен не қалайсың, сен нені сезесің, сол нәрсе келеді. Дауыс шығады бір кезде. Не болды? Қорқып кеттің ба не? Қорқып кеттің ба не болды? Қиналып кеттің ғой деп айтады маған сол кезде. Ешкім ояу емес, бірақ кухня жақтан андай шак болады ғой. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі біздің тақырыбымыз тылсым дүние, және сіздермен мен Аружан, Қызжан, Женя, Эльвира. Біз бүгінгі подкастта тылсым дүниелер туралы айтатын боламыз. Яғни, көбісі сене бермейтін бір құбылыстар болып жатады ғой, сол туралы ашығырақ айтатын боламыз. Жалпы негізі тылсым дүниеге сенесіңдер ма? Мен лично өзім бұрын басымнан өтпесе ол жағдайлар сенбейтін едім. Жындар басқа да сондай тылсым құбылыстардың бар екені хақ қой, бірақ сол нәрселерді өз басымнан өткермегенде мен мүмкін айтпайтын едім. Сенбейтін едім. Менде мысалы вообще тылсым дүние деген болмаған. Сенем, бірақ жындар әлемі бар екеніне. Бірақ бастан өтпегеннен кейін, типа андай көрдім дейді ғой, қорқынышты елестерді ондайға онша сене бермеймін. Сен сенбейсің ба? Мен онсы негізі сенеді, бірақ маған андай жақын емес ондай тақырыптар. Өзім басымнан өтпегеннен кейін. Мен андай да, білмеймін, менде бір нәрсе болғанда мен содан кейін сеніп кеткем. Яғни мен ондай нәрселерге сенбейтін едім бұрын тоже. Бірақ андай әпшелерім келіп бір сырттан естисің ғой, мен андай көрдім, андай болды деген кезде андай кринж деген сияқты қарап, ондай бола ма не деген сияқты қылып жүретін едім. Бірақ жұмыс істеп жүрген кезде мен ата-анамнан бөлек квартираға тұрып жүрдім да. Бірақ мама папамен бірге істеймін, но квартирада тұрам. Сол жерде андай түнде дауыстарды естігеннен кейін ешкім ояу емес, бірақ кухня жақтан андай шак болады ғой. Линолеумға жабысқан мына жақта жалаң аяқ жүресің ғой. Сондай шактың дауыстарын естіп, одан кейін даже или одан алдын даже білмеймін, ол может менде самовнушениемен көрініп кеткен шығар, но білмеймін. Андай болған, әпшелеріммен заброшкаға барамыз да, әпшелерім қасымда тағы ағаларым бар, солармен заброшкаға барамыз, и былайынан машинамен кіріп қайтып шығып бара жатқан жерде ана заброшкада мен ғана көрген жоқпын ол нәрсені еще. Екінші этажында бір қыздың отырғанын көрдім. Құдай ақы деп айтайын ба, не деп айтайын, сол нәрсені көрдім. Құдайда ешкім ақысы жоқ дейсің. Ой, үшін сондай нәрсені көрдім да, кәдімгідей аппақ, андай бір түрлі киімде, шашы осылайынан жайылып тұрған, аяғын былай ойнатып отыр. Бірақ бір аяғы жоқ, бір аяғын осылай ойнатып отырады да. И соны мен қалай көрем, и сразу сол кезде машина қатты жүріп кетеді ғой. Мен түсінбей қалам не болды деген сияқты қылып. Рульде отырған екі аға тоже бір-біріне сен де көрдің ба деп отыр да. И сұраймын мен не болып жатыр деп. Мен айтпадым пока өзімді көргенімді. И олар айтады, сен кішкентайсың әлі, біз ондай нәрсе айтпай ақ қояйықшы, нәрсе емес деп нетеді. И бәрібір соңына қайтар кезге қарай уже шығады ғой, сонда бір қыз отырды төбеде. Шынымен отырған шығар. Қара, сағат түнгі 3. Ана жерде бізден басқа ешкім жоқ. Білесің ба, қалада Дулатида не бар ғой, заброшка бар ғой, 2 этаждық, сол жерде болды. Свет, еще мынандай болады. Біз баратқан кезде, ішке қарай, көшеге қарай кіріп баратқан кезде свет жанып тұрмайды. Біз разворот алып келеміз, сол кезде свет жанып тұрады. И сол разворот алып кетіп баратқан кезде ананы көреміз отырғанын. Сол жерде қайғылы оқиға болған, сол қызға байланысты. Типа сондай оқиғалар бар ғой. Иә. Мысалы, Алматыға кетіп баратқан жолда да бір қызды қағып кеткен ба, сондай ғой. Сол жерден өткен адамдар сол қызды көрдік деп айтады ғой. Сол шығар. Мен сондай сенгім келмейді шығар. Білмеймін, әруақтармен байланыстырады ғой негізі ондайды, жынмен емес. бірақ жаңағыдай бір адам қайтыс болды, сол үшін соның несі жүр деген нәрселерге мен қатты сенбеймін. Соның несі әруағы көрінеді деген сияқты. Менде оған сенемін. Ондай нәрсе бар, мен оған сенемін. Мен ойлаймын, ол қыздың әруағына бола, ол отырды деп ойламаймын. Ондай әруақ дейтін, ол мне кажется, болды уже рухы кетті, одан кейін қайтып келмейтін сияқты, мне так кажется. Оның орнына типа жын келетін сияқты да, жындар жүретін сияқты маған. Более сол жағынан. Иә, точно, жындар адам кейпінде басқа да келе алады ғой, иә. Может сондай болуы мүмкін. Менде болған ең бірінші кез қай кезде, мен точно есімде жоқ, бірақ андай ғой, 11 класс оқып жүрген есімде да, ұбт-ға дайындалып жүрген кезім андай да, қатты несесің ғой, қобалжисың ғой, енді тест қалай болады, ұбт-ны қалай тапсырамын. Сол кезде мен Құдаймен қатты байланыста болдым да. И Құдайдан сұраймын ғой былай, намазы сол кезде енді бастаған кезім. Если мен осы, ол пробный тест болған,
қаңтардың ұбт-сында сөйтіп уже заявление беріп қоямыз тапсыруға. Сосын мен құдайдан тілеймін, құдайым, осы пробный сабақтан мен 75 балл проходной болды осы кезде, неге педагог мұғалімдікке 75 балл алсам или содан асырсам мен намаз бастаймын деймін. Солай басталады мен есімде сол 75 балл жинасам или содан ассам мен намаз оқуды бастаймын деймін да, солай ниеттенемін. И прикинь, тура сол неде ұбт қаңтар ұбт-сында мен ровно 75 балл жинаймын да. Сосын өзім таңғалып қаламын, андай өзіме сенбей қаламын да ше. Сосын мен тура сол 75 балл жинап келген күні намаз бастаймын. И солай арасы ұзақтау енді кішкене, бір апта, екі апта, бір ай болуы мүмкін, нақты есімде жоқ. Содан кейін басталады да, менде намаз оқып жүремін, құдайға қатты құлшылығым, иманым қатты күшейіп сөйтіп сондай болдым да. Оқыған кезде прям аяқ қолдарым дірілдеп, андай сезінесің да бүкіл нәрсені. И сосын негізінде менде кішкентай кезінде тоже есімде бар, но қазір айтып тастайын. Сөйтіп жүргенімде құлап қалдым, екінші пробныйдан құлап қалдым, сосын негізгі ұбт-дан тоже құлап қалдым, сөйтіп жүрдім. И сол кезде араларында бастырылып жүрдім, таң намазына тұрам. Бірінші рет ол кезде мен түсінбедім. Бірінші рет бастырған кезімде прям оны қап-қара прям андай сұлбасын көрдім да, аяғы жоқ, бірақ таң намазын оқып болып жаттым. Ол кезде енді көктемнің несі таң атып келе жатады ғой, андай қараң, мысалы жазда оқысаң қап-қараң болып тұрады ғой, қыста қараң болып тұрады, ал ол кезде білмеймін таң намазына тұрған кезім прям дала жап-жарық еді. И намаз оқып болып жатам. Жатқан кезде енді ұйқыға енді андай қалғып келе жатқан кезім ғой, ұйқыға енді кіріп бара жатқан кезімде андай кеудем ауыр болады да, үстіне біреу отырып алған сияқты сезінемін да, кәдімгідей. И біреу отырып алған сияқты, сосын қатты андай терлеп кетсем, түсінбеймін да, ол бірінші рет болғаннан кейін. Сосын аузыма келген андай не келеді соны айтамын, фатиха келді ма соны айтамын. Сосын ана аятул күрсіні ол кезде әлі білмеймін. Сосын фатиханы айтамын, салауат айтамын, құдайдан барынша көмек сұраймын ғой. Құдайым көмектесші депші. Сөйтіп не істерімді білмей түсінбей кетемін да. Қиналып жатамын, терлеп жатамын, көрпені еще бүркеніп алғам. Сосын көрпені ашсам қорқатын сияқты, маған қадалып қарап тұрған сияқты болады да. Сосын дауыс шығады бір кезде. Не болды? Қорқып кеттің ба не? Қорқып кеттің ба не болды? Қиналып кеттің ғой деп айтады маған сол кезде. Сосын денем бәрі қалтырап, терлеп жатамын. Сосын құдайдан барынша енді аузыма не келеді соны айтып көмектесіп жалбарынып жатырмын ғой. Бір кезде кеудемде жеп-жеңіл болды да, тұрып кеткенін, шығып кеткенін сезіндім да. И көрпені резко аштым. Бір комнатада бір өзім жатамын. Білмеймін, мен бір сондай негізі. Сестренкам бар, олармен бірге жатпаймын, бір комнатада бір өзім жатырмын сол кезде. И көрпені резко ашам. Ана есіктен ашып кетіп бара жатқанын көремін ғой. Есікті ашады, аяғы жоқ, ұшып кетіп жатыр. И қап-қара прям. Бойы ұзын, бірақ аяғы жоқ. Есікті ашады да, шығады, есікті жаппай кетіп қалады, короче. Ең біріншісі солай болған. И соның сияқты жағдайлар менде көп бола берді. Айда сен басынан өтті ме? Жоқ. Вообще қорқынышты оқиға басынан өтпеген. Менің фобиям бар қараңғылықтан. Ол қалай басталды? Где-то бір 2-ші класс оқимыз. Бізде ауламызда 2 үй бар да. Біреуі дәуи, біреуі времянка сияқты, жаздық. И жаз кезі бассейніміз бар. Туысқандарымыз келіп жатыр. Сөйтіп папа кішкентай балдарды ойнатайын деп бассейнге түсірейін деп жатыр ғой. Сөйтіп бассейнге түсіріп жатыр. Ал үйдегілердің бәрі тамақ ішіп, короче, времянка жақта. Нау үлкен үйді есік терезесін ашып қараңғы ғой, енді светтерін өшіріп қойғанбыз. Сөйтіп ойымда еш нәрсе жоқ. Баллончик, короче, сол дәу үйде тұрады да. Кіреберісте тұрады. Сөйтіп ойымда еш нәрсе жоқ. Ашып, есікті ашып, кіре салайын десем, баллончик алып өмір сүйтем ғой, шомылатын кезде. Ала салайын десем, дауыс шығады. Деген сондай дауыс шығады кәдімгідей. Сөйтіп жүгіріп кәдімгідей жүгіріп жылап айтып сөйтсем, біздің ол Түркістанда бір жынды кемпір жүреді екен. Сол кісі екен. Отыр. Әркімнің үйінен тамақ шай сұрап. Андай, бірақ өзі андай тап-таза әдемі болып киініп алады. Көршіміздің үйіне де барып деді, ол күндіз кәдімгідей тақадай кіріп келген, аяғын бір жаққа шешіп қойып, апасы бар тұғын ғой, сол үйдің тамақ беріп, шай беріп, үлкен адам ұқсап күтіп жүрген ғой. Сөйтіп ертесіне сол бізге келген ғой. Күндіз ба, түнде ма? Түнде ғой, түнде.
ужас. ужас ойлашы түнде қараңғы жерге жалғыз өзіңсің да бір нәрсе алайын деп барасың Жоқ, бетіңе сыртта. дейді. жоқ, анандай сондай дауыс шықты да. Сөйтсе андай кухняда ма бір жақта отырған ғой. Мына жақта короче кіресің, пеш тұрады да, соның үстінде баллондар тұратын. Иә. Мен соны алып шығамын деп ойлаған. Еш нәрсе жоқ қой. Күніге әйтеуір кешке түсте сөйтіп түсеміз ғой бассейнге. Сөйтіп аламын деп шыққанда сөйтіп өмірі сөйтіп қараңғыдан сол кезден бастап фобия басталған. Сол фобиядан еще андай да болып кетуі мүмкін. Қорыққанға қос көрінеді дейтін бар ғой. Қазіргі жағдайларда может басқа нәрселерде несі қорқып жүре берсең басқа нәрсеге көп кетесің. Сол үшін андай ғой. Бұйырса десең. Мен жаңа ойымды аяқтаған жоқпын ғой. Или аяқтадым ба білмеймін ше. Бірақ солай басталды дедім ғой енді. Солай негізінде содан кейін көп бола берді. Мен 1 жыл оқуға түскен жоқпын. 1 жыл андай дайындалып сөйтіп жүрдім да. Ол кезде бірақ кейін жаңағы ең бірінші ситуация ғой сондай. Одан кейін мен 1 жыл Астанада жүрдім, Шымкентте жүрдім. Сосын қайтып Шымкентте жүргенде үйіме қайтып кеттім. Үйіме қайтып мен почему-то түсінбеймін да. Үйіме қайтқанда вот басталады да. Бірақ мен ол кезде қатты намазды 5 уақыт тастамай оқып күшті болып жүремін да. Но үйден кетіп қалсам менде әлсіреп кетем ба сондай болады. Ол кезде бірақ қатты мазаламайды. Бірақ арасында келіп қалады да, арасында. Не ішінде ойлайсың? Соны мен соны түсінбедім. Или қатты андай иманың күшейген сайын олар саған кедергі жасайды ма, сондай ойға да келемін да. Бірақ мен не үшін деген сияқты түсінбеймін деген сияқты ойға да келемін да. И мен тоже немен де байланыстырамын. Черная магия дейді ғой. Иә. Вот сонымен де байланыстырамын. Біз кішкентай кезінде андай да, мама папаға ол кезде мама папаның өзінде білімі жоқ қой, қатты дінмен білімі жоқ. Папа андай да. Мен есімді білген кезде мама папалар намаз оқымайтын еді да. Намаз оқымайтын еді. Кейінде бастады біз танимыз негізі ол апаны ше, бір апа бар, черный магия істейтін апа бар. Мен оны бірақ қатты білмеймін. Мамадан сұрасам айтпайды да маған, сен кішкентайсың әлі. Кейін өзің айтамын ғой кейін деп сөйтеді да. Андай болады. Периодта өз сондай. Жасаған болып. Иә, жасаған болады. Мен оны кейін естимін. Кейін оқу бітіргеннен кейін мамамен сондай әңгіме айтқан кезде сондай кезде естимін, мама өзі айтқан еді. Ол черный магия істейді и жындармен байланысады екен. Жындар арқылы ол істейді екен да, и жындарды жіберу арқылы сенің семьяңда не болып жатыр, минустарын қандай қазір, соның бәрін анықтап алып, сол жағына қарай тупо атаковать етеді екен да. Иә, больдарыңды біліп алып деген. Сондайларын білгеннен кейін атаковать етеді екен. И біздің папаға істеген қанша рет, мамаға істегенім бір рет маған тиіп кеткен, бірақ ол кезде мен хабарым жоқ та адам. Мама папамен оны білмей жүрді басында. Сосын мен өзімнен болады андай, ауырып қалғанда андай ауырмайсың, мазаң ондай ештеңе болмайды. Тупо өмірден алшақтанып кетесің да. Өмірден алшақ болып жүресің, өзіңмен өзің болып жүресің. Мама байқады, басқа ешкім байқаған жоқ. И солай жүрген кезімде мама бір күн үйге жылап келді. Мен ол кезде үйде бір жерде тығылып отырмын, ешкіммен араласпаймын. Ол кезде подвалда тығылып отырмын, білмеймін, өзім де түсінбеймін. Подвалда отырғаным есімде, өзім де түсінбеймін не үшін отырғанымды. Бәрінен қашып отырған түрім ғой по идее. Сөйтіп отырғанда мама үйге жылап келді да. Сосын мен өзім біртүрлі түсінбей қалдым, не болды мама деп. Сосын жүр деп. Мен сразу андай нетті да, оқыды ма, бірдеңе істеді. 5-ші класс кезім ғой. Сөйтіп молдаға апарып кейін айтты, негізі саған істеген деді, черный магияны саған істеген, бірақ қызыңа тиіп кеткен ғой деді. Маған осы күндері әкеліп оқытып жүр. Оқытып нетсең таза андай тупо бетін қайтаруға болады деді, короче. Тазартуға болады деді. Именно оны барып оқытылып жүрдім, кейін жақсы болып кеттім да. Ол 5-ші класс кезінде. Бірақ оны маған кейін тоже есімде жаңағы есімде ғой, бірақ сол черный магия туралы маған кейін айтып берген еді мама. Папаға істеген, сол мамаға істеген, маған солай бір тиіп кеткен екен. Сосын кейін біздің семьяда бүкіл шүкір намаз бастады. Кейін айтады мама, намаз оқитын адамның үстінде андай мешіттің күмбезі бар ғой, сол сияқты жап-жарық күмбез болады. Одан жында ештеңе бәлекет асып өте алмайды екен, жамандық жасай алмайды екен да саған. Сол үшін сен 5 уақыт намазың түгел болу керек дейді. Жаңағыдай Құдайға дейтін сенімің андай дұрыс болу керек та. Сонда жаңағыдай енді Құдай ғана ұлық қой, Құдай ғана хақ. Одан ешкім асып оны да жаратқан Құдай ғой. Иә. Сен бастырып қалуларын қазіргі енді соңғы кездерде бір иногда болып қалған жағдай бар. Оны немен байланыстырасың сонда? Ол тоже черный магия деп ойлайсың ба? Черный магия деп мен кесіп айта алмаймын да. Бірақ сондай болуы мүмкін деп те ойлаймын. Потому что ол жаңағы мен танимын ол кісіні негізі ше. Ол енді білмеймін, оған жамандық та тілемеймін, жақсылық та бүйтіп жақсы болып кетсе екен деп айтасың ғой. Бірақ
ол бәрібір қоймайды дейді да. Ол өзін еще мұраға қалдыратындар бар екен. Ол негізі ол бөлек негізі андай үлкен тақырыпта негізі. Бірақ соның қатысы бар деп ойлаймын да өзім. Сол черная магия дейтіннен шығатыны неде бар ғой? Таро карталар, көріпкелдер, ондайларға сенесіңдер ма? Бастарынан өтті ма, например, болады ғой, қыздар бір нәрсеге қызығып, иногда таро аштырып жіберетіндер ше. Сондайлар болды ма сендердің бастарында? Ой, иә, точнее, бастарынан өтті ма сондай жағдайлар? Иә. Иә, неге? Қалай? Ол негізі ол тароны аштырамын деп аштырған жоқпын. Мен негізі анандай адам болады ғой ше, бүкіліне сене беремін. Ол сенем деп сенбеймін, маған просто қызық. Құдайдың бар екенін білем, бүкіл нәрсе Құдайдың қолында екенін білем, барлығын сол жаратты, оны алып қоятын да ол екенін білем. Тылсым күшке де сенем, жындарға да, шайтандарға да сенем, тароларға да қызығам. Прям сеніп кетем деп айтпаймын, но қызығам. Но енді мынандай ғой. Плюс менде мынандай нәрсе де болады да, ол сену мен жүрегіне алу, ол екеуі екі түрлі нәрсе деген сияқты. Мен тароға қызығып көргем, но мен жүрегіме алып сенбеймін деген сияқты. Мен жүрегімде бәрі Алла тағала тұрады деген сияқты. Мысалы, жаңадегі тылсым дүние деген жерде менің өзім басымда онда еш нәрсе өтпеген. Құдай сақтасын, өтпей ақтыра қойсын. Бірақ айналамда көп адамдарда болады. Кішкентай кезімнен менің өзім туған сестрам көп бастырылады, мен алдымда да бастырылып жата беретін. Ол нәрселерді көп көргем. Может, өйтіп көре бергеннен кейін ба, етім үйреніп кеткен ба, ол нәрселерді мен тез ұмытып кетуге тырысамын. Солай, потому что кейін өмір сүруге легче да, ше, көресің и ұмытып кетесің, болды деген сияқты. Ал таро картаны негізі менің жанымда жүрген подругам қызыққан, ол өзіне алған, таро картаны үйренген, сода ашығанбыз біз. Не туралы ашып көрмесіңдер? Болашақ туралы ғой. Негізі таро карта ол негізі самовнушение мен интуицияға негізделген ғой. Сен не қалайсың, сен нені сезесің, сол нәрсе келеді. Кейде таро карталарды бүйтіп араластырып жатқан кезде кейбір карталар өзі секрет. Саған өзің алдың ашады. Жалпы негізі таро картада 78 карта бар ғой. Ол орта ғасырларда Европада, одан кейін Мысырда пайда болған. Біз неге аштық? Менде сол кезде жұмыста проблема болып жүрді да ше. Біз сол кезде новый методпен бесеулік карта бар емес па ше? Бесеу шығарып, сол методпен ашқанбыз. Сол кезде не болған? Жұмыстағы проблеманың қазіргі жағдайы сол проблеманы тура айтып берді. Жоқ, біз үшеулікпен аштық, бұрынғы кез, қазіргі кез, болашақта не болады деген үш картамен. Но бұрынғы кезді айтты, точно сондай ұрыстар. Қазіргі кез дегенде сен жұмыстан шығасың, но получаешь отказ деген бар емес па ше, дәл сондай болады. Мен содан кейін 1-2 күннен кейін жұмыстан шығам деп айтам директорыма, но жұмыстан шықпайсың деп айтады. Анан дәл келді, но білмейсің да, может шынымен сондай болды ситуация, немесе ол жаңа дегендей самовнушение деген сияқты. Мен осыдан ойлаймын ше, ойлаймын емес, естігемін да, таро картаны тоже бір параллельный мирмен связы бар адамдар қатты беріліп кеткендер. Енді біз самоучка болып, әшін ашып көріп, қызық үшін жүрміз ғой. Негізі тароға қатты беріліп кеткен адамдар да бар. Үлкен тәтелер, андай күшті, андай бір свечалармен отыратын ше. Олар уже параллельный мирмен қатысы бар деп ойлаймын да. Жын шайтандармен, например, жындар ғана біледі ғой алдымызда не болады. Негізі мынандай болады деп айтады ғой, сондай таро карта көріпкелдікпен айналысатындар да, сол жаңа сен айтқандай беріліп кеткен жерде алтыншы көз деген болады да ше. Яғни олар жындармен, сондай шайтандармен андай договорда болады да ше. Олар ол нәрсені қайдан біледі? Негізі біздің алдымызда болашағымызда не болатыны ол Алла тағаламен періштелерге ғана аян ғой ше. Яғни періштелер, Құдай біздің солай болашағымызды жазып жатқан кезде олар көреді соны. Одан кейін мына жаққа айтады. Олар қалай көретін мен андай естігем ше. Олар жындар бірінің үстіне бірі шығады. Как обезьянкалар болады ғой, бір мультиктағыдай. Сондай қылып шығып көреді деп естігем. Оны көріп қойған періштелер жындарға жұлдыз шоқтарын лақтырады. Сол кезде жындар естіп алғандарын солай айтады деп естігенім бар. Солардың алтыншы көзі болады. Но ол самоучкалар емес, жаңа дегенде подругаларым білемін. Солар уже прям түбіне кіріп сөйтіп кеткендер. Менде андай болған тоже бір-екі реттен көбірек аштырғаным өз-өзіме ашқаным да болған. Бірақ менде андай бір білімім бар демеймін. Біздікі сол чат GPT-ға саласың да, қандай карта деп аштыратын ғой. Бірақ менде андай болған, енді ұятта шығар, отношенияға аштырғаным болған еді. Алдыңғы жылы уже андай сәл қайтады білімі бар адамға аштырдым да, мен бірақ болашағымды сұрамадым. Мен одан қандай адам деп сұрадым да. Жалпы қандай адам екен, мен қанша жыл бойы танысам да біле алмадым ба, білмеймін әйтеуір не үшін екен. Ақшаға аштырғансың ғой ше деген.
тура айтып бергендей болды. Енді сосын маған айтты, типа мен осы оның қандай адам екеніне қосарым, керек емес ол адаммен араласпай ақ қойыңыз дегендей қылып айтты да, сіздің неңізге келмейді деген сияқты қылып. И бізде общагада қыздар бар, тоже сондай таро карта ашатын, и қатты беріліп кеткен қыздар бар да, бірақ оның да білімі бар деп айта алмаймын. Сен баға айттың ғой, жүрекпен сену бар и әшейін сену бар, точнее жүрекке салу бар и әшейін сену бар, қызықпен ше. Ол плюс қызықпен плюс жүрекке салады да, сол нәрсе болды сондай деген сияқты қылып уже будущий наш жүреді деген сияқты ғой. Сондай. Сен жаңа елдегі общагада қыздар деген бар емес пе ше? Мен естігем, олар ол адамнан сұрамайды, сол адам ашады деп. Ол да Мен бар. естігем деп шоке болдым. Маған келеді да бір кезде бетіме қарап тұрады да, примерно андай мен жылымды, туған күнімді сұрап алады да, бар тараш тастайды жатамын ба. Мен ол кезде общагада тұрмайтын едім, тоже қыздардан естігем. Маған айтады ғой, араласпа, вообще сөйлеспей ақ қойшы олар екеуімен дейді. И олар да андай тек ашу емес, может бағанағыдай басқа нәрсе істеп жіберуі де мүмкін деп айтты да. Мен өміріме бір қатысты бір нәрсені істеп жіберуі мүмкін деп. Сосын менде мынандай болады. Білмеймін, бұл менің ата-анам айтатын еді. Сен үлкен атаң тәуіп болған дейтін да. Оны тоже сосын естідім ғой, менде андай болады просто. Алдымда болатын важный нәрселерді мен либо көрем, либо сезем. Көрем болғанда андай көзіңді жұмып отырасың да, и сол жердің атмосферасында жүресің да, типа сол жерде жүрген сияқты. И маған қызық болды басында. Прям қатты қызық болды. Например, бірінші курсқа түсіп жатқан кезде, Кентауға түсіп жатқан кезде сол нәрсені көріп сездім. Біраз нәрселер болды негізі көріп сезген. Сосын айтты, атан тәуіптігін ешкімде бағана айттың ғой сен, берілген ол қалдырмаған деді да, может іздеп жүрген шығар, тупа кімге қалдыратынын деген сияқты. Бірақ ол атам артық қайырлы болсын, қазір өмірде жоқ. Еще не ғой, Сарыағаштан ғой, Абай ауылынан. И танымал адам да, әйелі де өзі де прям қатты танымал адамдар. Сөйтіп ойлаған едім, оны қалай алуға болады екен деп, өзім түнімен оны интернеттен іздеп не істесем болады, қалай алам деп қатты интерес қылдым. Сосын ағам шүкір дін жолында жүрген адам, прям папамның інісі, қатты енді діни сауаты өте жоғары деп айта аламын мен үшін. Содан сұраймын, мен қалай алсам болады деген сияқты. Оны айтқаны бар. Ол сен көріп жүргенін, ол тәуіптік емес, тәуіптік адамды емдейді. Сенікі көріп келдік, сен может Құдай сақтасын. Сондай жаман жолдармен саған біреу сондай нәрсені беріліп кетіп, может жаман жолдармен сен көріп жатқан шығарсың, сен періште емессің, не емессің, сен қалай көріп отырсың ол нәрсені деген сияқты ғой. Дұрыс емес деген. Иә, дұрыс емес, ол көріп келдік, уже дұрыс емес, көріп келдік, керек емес біздің семьяға деген сияқты айтты. Ол нәрсеге барынша жолама, егер де сондай нәрсе сезіліп жатса, келіп жатса, кәлимаңды қайтарып қой да, ол нәрсе туралы вообще ойламай жүре бер деді. Содан кейін жарайды деп енді отказ бердім, келіп тұрған нәрсеге. Мен вообще ондай нәрсе сезінген емеспін. Түсінбеймін да вообще ондай сезініп Вот көрмегеннен кейін. Андай да, айтып жатасың да, бірақ соның бәрін жоққа шығарып жіберетін адамдар болады ғой. Мұғалімдер де бар неше Мұғалім, түрлі. Бірақ ол нәрсеге енді бәрібір сену керексің ғой, бәрібір жаратылыста бар нәрсе, хақ нәрсе ғой. Даже Құранда жазылған нәрсе болғаннан кейін, хочешь, не хочешь, сенілетін нәрсе. Жоқ, былай ғой, Құранда мысалы жындар, періштелер, типа Алланың бізге берілген, мысалы жындар да, мысалы болашақты болжай алмайды дейді. Өткендегі мысалы сенің өткен нәрселермен алдайды, мысалы арбайды, солай деп. Олар болашақты көре алмайды, бірақ жаңағы тағдыр жазылып жатқанда олар сығалап қарап тұрады деді. Соны қарап жаңағы нелерге айтатын болып тұр ғой. Енді көріпкелдікке, соның несі бар. Мен тағы бір историяны айтып берейін ба соған байланысты. Андай бір кішкентай ғана, но маған значениесі үлкен да. Екеуі бар, қатты есімде қалған. Біреуі менің жұмыстағы коллективім отырады да, бір жерге кететін болады. Жігіті шақырады, бір жаққа барып қайтайық деген сияқты. Әдемі киініп ал деп. Сосын ол тұрады да, қай жаққа деп сұрайды, ол айтпайды. Мен қасында отырмын ғой, просто осылай отырып, қолын ұстаймын. Қолын ұстап отырып, былай ұстап отырдым да, қол андай кәдімгідей уже энергия өтіп жатыр. Білмеймін, қолыма жылу барып, бір түрлі болып жатырмын. Көзім жұмып, ойланып отырамын қасында. Сөйтемін да, маған андай елестейді. Мен ана қыздың орнында тұрмын уже. Ол кетіп қалған бір жерде, короче, бір көп көп адамдар да, в общем, ол жақта балдар, қыздар жүр да, күшті нәрсеге қуанып жатыр, біреуге сөз салынып жатыр. Ну, точно білем, бұл қызға емес. Ал ол қыз ойлап тұр да, мені сөз салуға шақырып жатыр, сөйлесіп жүрген жігітім деп ойлайды да. Ал ол, оказывается, менің көргенімде сондай досының
қызына сөз салып жатады, досы қызына сөз салып жатады, бұлар соған поддержка болып барады ғой. И мен соны айтамын, сондай болады деймін ғой. Анау сол жаққа барады, и тура сондай болады, прикиньте. И ол историяға видео салады. Мен көрген, көзімді жұмып отырып көрген нәрсе сол историяда тұр ғой. В общем, ана қыз түсіріп тұр, мен сол қыздың түсіріп тұрған өз көзіммен былай елестетіп алып тұрмын ғой. Сосын сондай болды. Оған мақұл деп мен қатты байытпадым. Сосын екінші рет болғаны, қатты тоже есімде қалғаны. Менің группаласым тұрмысқа шығып кетті. Екі қабат болып қалдым ба, болып қалмадым ба деп ойланып жүрген кезі ғой енді. Жасымыз жетеді ғой, бәрімізді айта берейін ба деп. Короче, тест көріп сөйтіп жүрген кезі ғой. Бірақ бәрінде жоқ болып жүреді. Жоқ, мен әлі екі қабат емеспін, жоқ, мен ондай емес болып жүреді. Бір күні общагаға келеді. И общагадан шығып бара жатқан кезде өтіп бара жатыр ғой, есіктен бірге шығамыз дейміз. Мен жай қолыммен ішін ұстап өтемін. И маған міне осы астын былай ғана ұстадым ғой. Дәл сол жерде жылу сезіледі да, и мен андай уже чувствую то, что бір нәрсе айтайын ба, қыздар үшін айтамын, маған қазір жетіп тұр. Сол кезде мен айтамын, Айсәл, сен көтергенсің, қызым болатын сияқты деп. Шынымен айтамын, мен сөйтіп айттым. Андай көзіме ол қызымен жүргені көрінді. Шын айтамын, ішін ұстаған кезде осы қолым осы жерде жылулық. И андай бір болады ғой, мынау қыздың мамасы деген ше, мынау баланың кішкентай бөпе баласы болады или қызы болады деген. Сол кезде менде қызы болып тұрғаны андай прям чувство жетілді да, и көрінген сияқты болды. Қазір қырғызым. Содан кейін ол 2-3 күннен кейін барып тест көрді. Ол сол екі қабат екені білінді. И қазір қыз туған. Шын айтамын, мен қазір есіме түсіп тұр мына нәрсе. Ал менде мысалы мынандай болады. Түсімде көремін бір бәленше. Именно сол ертесіне ма, әйтеуір бір кезде қайталанады. Мынаны әйтеуір қайталанып жатқандай болады ше. Ол дежавю ғой. Ол түсінде көрмейсің, просто андай. Маған былай айтатын. Біз туылған кезде, туылмай тұрып анамыздың құрсағында кезінде андай бүткіл өмірінде бір шарлатып шығады деген нәрсе айтпаған ба сендерге? Маған сондай айтқан. Әлмисақта типа не береміз ғой деп. Көрсетеді. Көрсетіп шығады деген сияқты бүткіл өмірінде андай сен рухың пайда болады ғой. Бірінші рухтар пайда болады. Рух пайда болады. Сол рух пайда болған кезде сен бүткіл өмірінде сол көрсетіп шығады да. И сен отырасың ғой. Иногда болады ғой. Мана болған сияқты. Сол ғой. Сол нәрсе ана есіңде қалып кетеді. Сол рух кезінде саған көрсеткен нәрселер есіңде қалып кетеді деп айтатын едім. Және андай білесің, түсінде андай бір әйтеуір бір жақпен келетасың, резко түсесің. Немесе андай типа 3D очкилер нелер бар ғой, машина бар ғой, былай көтеріп түсіп сондайлар бар. Соны айтайын ба? Сосын тоқтанады тоже қосып айтасың. Андай болмай ма сендерде? Максимально кішкентай и максимально үлкен. Андай ұйқынан оянып кетіп, білмеймін, дұрыс салып көру керекпін мыналарды дейсің. Қайта ұйықтайсың. Қайтадан соны көресің. Жаңағыдай бір нәрсе максимально үлкен, максимально кіші болып көрінуі, бір жерде айналып жүгіріп жүруің, жаңағыдай бір жерден құлап түскенің, соның барлығы жын тигенінде берілетін белгілер негізінде. Менде жиі болады. Мен кішкентай кезімде айтып жатырмын ғой жаңа, кішкентай кезімде менде болатын, бірақ мен оны түсінбейтінмін деп. Соны қазір түсінемін да, мен сол кезде бастаған екен ғой деп түсінемін да қазір. Ол кезде бірақ менде бастыру болмайтын, бірақ жаңағыдай үлкен болып көрінеді, кішкентай болып кетеді. Мен өзімді солай сезінетінмін да даже. Мен сондаймын ба деп, біз мына қайсысына жатамыз деген сияқты қылып. Менде тоже қазір көп болып жүрмейді. Вот сол жын тиіп жатқанның, жынның саған тиісіп жатқанның белгілері екен негізінде. Оның тағы да біраз түрлері бар, негізі 15 түр ма, 10 түр ма деген. Соған кетеді негізі. И одан біз андай сақтануымыз керек бәрібір ше. Тұрасың да, нені кәлиманды айтасың да, қайта жатасың, бірақ опять тоже самое ғой. Ана до того қиналып кетем бар ғой ше. И андай нәрсе бар ғой, түсте бастырылу дейтін естігенсіңдер ма? Дауыс шықпай қалуы, жүгіріп бара жатасың, жүгіре алмайсың. Тоқтап тұрасың да, жүгіріп жатасың, бақырып жатасың, даусың шықпайды. Менде көп болады. Соны тоже ол кішігірім бастырылу деп естігенмін. Маған айтады, мен мамама айтамын ғой енді. Бастырылып қалдым, осындай болды, мама не істеймін деген сияқты айтамын. Бірақ менде уже привычно да ол нәрсе. Өзім қорқамын кейде отырып жылап аламын. Неге менде ғана сондай деп ше. Басқаларға айтсам сенбейді ше. Деп мындай бірінші рет естіп вообще қумаш деген сияқты реакция береді да. Мен қасымда қыздарға да айтып жылаймын. Квартирада бір жататын қыздарым ғой. Соларға айтамын, мә сендерге айтып жатырмын ғой, бірақ кім қиялы нәрсе айтып жатқан сияқты көрініп жатқан жоқпын ба деп қоямын да. Сосын олар жоқ дейді, даже мені бір рет сырттай көрген екен, қиналып жатқанымды ше. Мен сол кезде білімді өзім бастырып жатқанымда, ол кезде кейде аятул курсиді айта алмай қаламын да. Аятул курсиді айта алмай қаламын, ойыма ештеңе келмей қалады. Ондай кезде тек Аллаху акбар деген сөз ғана келетін, сондай кездерде болады ше.
и мен бір рет солай бастырып жатқанымда Сакина көрген екен. Сакина танисыңдар ғой? Иә. Ол қасымда бірге тұратын қыз. И иә, подружкам бір рет көрген екен да. И жаным ол қорықпайды ғой. Қасыма келгенде осылай арқамды сипап отырып маған оқыған екен да, айтып курс оқыған екен. Мен резко не болады ғой, жеңілденемін да, надан ше. Жеңілденіп боса күшті болып қалдым да, и сен қиналғаныңды мен сырттай көріп, андай біртүрлі болдым дейді да, қабылдадым да, бірақ мен ананы көрген кезде сен прям каждый бастырған кезінде осылай қиналасың ба деп мен андай в шоке болдым деген сияқты айтты да маған. И я мен каждый бастырғанда даже одан хуже нәрселерді сеземін, олар маған сөйлейді деймін ғой. Сөйлейтін кездер де болады, бетіңе қарап күліп тұратын кездері болады ғой. Қабірде жатқандарын көресің, қабірде жатқан кезде саған қарап күліп тұрады да, сосын мазақ қылады ше. Сондай нәрсенің бәрін көресің. Мықты адамдарға ғана көп келеді ғой бұндай нәрсе негізі. Иманым. Білмеймін енді олай. Кесіп те айта алмаймын да, мынадан болады деп кесіп те айта алмаймын. Жаңағыдай черныйға да қатысы бар шығар деп ойлаймын да. И андай и анау тұрып жатқан жеріне де байланысты деп ойлаймын. Сендер енді квартирада тұрасыңдар ғой. Менде де сондай көп андай біртүрлі оқиғалар квартирада болған да. Квартира таза емес жер болуы мүмкін. Андай сенен алдын кім тұрғанын білмейсің, қандай оқиғалар болғанын білмейсің деген нәрсе ғой. Олар может сол жерді ластап кеткен шығар. Жоқ, мен маған олай да айтты, мен айтамын ғой. Может квартирадамын, может сен орында ауыстырып көресің, тазалайсың деген сияқты. Мен аластаймын, жаңағыдай. Ондай нелерге сенесің ғой енді. Иә. Ырым жасайсың, короче. Ырым жасаймын да, бірақ бәрібір ол мен артынан қалмайды. Кетпейді, мені жаман жақсы көреді. Менде түс демекші мынандай болады. Түсімде редко көремін өзім таныстарымды, бір жақын адамдарды ше. Бір көрген кезде проблемасын айтып жатады да. Әйтеуір біреу мамам сағынып жүріп жылап жатырмын, шетелде оқып жүріп шаршап кеттім дейді да. И тура сол жағдаймен ол уже осы жаққа қайтқан болып шығады ғой. Бір сестренкамды көремін, сондай жылайды маған. Андай түсімде көремін, короче, қиналып жатқанын. И сондай болады. Например, помнишь, Зинаде көрген едім ғой? Куканы көремін. Түсімде маған еще сол күн звонда азанмен тұра салып жазамын ғой. Сондай түсімде көрініп болды. Түсімде қиналып жүрді маған. Сөйлесейікші, пожалуйста, бір от душидан сөйлесіп, бір кофе ішіп отырайықшы дейді ғой. И сол түсімде болған ситуациялар примерно бұның өмірінде сол 2-3 күн арасында болған ситуацияларға келеді ғой. Біз көрген кездері. И бұл Куканы көргем, сол подругаларымды. В общем, көп адамды көрем, өзіме жақын адамдарды ғана. Түсімде қандай проблемасы бар? Жаздың емес пе, жақсысың ба, қалайсың деп. Иә, азан мен сағат 7-де жазамын ғой ше. Ұйқымнан андай соны көрген кезде мен қиналып тұрып кетуге тырысамын, потому что оны көрсем мен андай вообще қатты қабылдап қалуы мүмкін да. И резко тұрамын да, сразу көзімді зорға ашамын да, сағат 7-ден 4 кетті вроде сол күні ше. 4 или 3 кетіп жатқан сол кезде жазамын. Жақсысың ба, не болып жатыр деген сияқты, қалайсың деп жазамын ғой. Сөйтіп бұл айтады, шаршап кеттім, сондай болып жатыр деп, өзіне болып жатқан ситуацияларды айтады ғой. Мен де примерно соны көрген болып шығамын. Сол жаңағы ғой, сонда сен арқылы ескерту деп қорытындылаймын. Мүмкін сондай деп те ойлаймын. Или маған андай келетін сияқты. Көмектесші барып деген сияқты қапшы. Барып сөйлес, хотя бы сөйлесіп болсын поддержкаңды берші деген сияқты келеді деп ойлаймын. Потому что көп жағдайлар сондай, например, бір таныстарым тоже сондай көріп қалсам, либо өзі жазып қалады сол ситуация, сол түстен кейін, либо мен жазып сұраймын и уже қайтадан көрмеймін да ол нәрсені. Сондай деп ойлаймын. Түзу жолға салып жүремін деші. Түзіп қойып па? Мен түз салады. Ой. Бір-біріміз саламыз. Иә. Анау, бір ғой, сол көріп келдік, бір бәле көрем дегенше, менде осы түстен келген сияқты. Потому что мен 13 жасымда ма, кішкентайым ғой, сол кезде бір түс көрем. Мен ол кезде дін туралы вообще білмеймін. Нет, вообще нем жоқ. Бір даже құдай бар жоғын білмейтін адам шығармын ол кезде шынымен. Үйдің кішкентайсың, үлкені болып, бір түрлі болып жүрген кезім ғой. Сол кезде түс көрем. 3 күн қатарынан көрем сол түсті. Ата-анаммен бір үйіне қонаққа барамыз. И түнде ұйықтап қалады. Бір комнатада жатамыз ғой. Төртеуміз бір комнатада жатыр. Ол кезде мен и сестренкам екеуміз ғана едік үйде. Сөйтеді да, не істейді? Ата-анам жатыр ұйықтап. И мен оянып кетемін түнде, короче. Түн ғой біреудің үйде қонақпыз. Осы есіктен бір қап-қара түнек келеді ғой, былайынан. И мен оятайын десем, мен қимылдай алмаймын, былайынан сөйлей десем сөйлей алмаймын. Просто так осылай тұрамын да, алдыларына жатқандардың алдына отырып. Осылайынан қолымды қоямын да, қолымды жайып, полный құшағыма
жақта құшағыма тыққандай болып, сол кезде білесің ба, мен сүре оқимын ғой, фатиха оқимын, аяtul курси оқимын, бір нәрселер. Қазір енді примерно оқып болғаннан кейін білесің ғой, осы күні осыны оқыппын ғой деген сияқты. А ол кезде мен вообще мен даже тілімді калимаға келтіруді білмейтін адам, бисмиллахты айта алмайтын адам, сол кезде отырып сүрелерді оқимын да. И анау келе жатқан тең осылай артқа қарай шегініп кетеді. И екінші күн дәл сондай болады, үшінші күн тоже сондай болады да. И сол кезде бір тәтеге мама оқытпақшы болады, сол кезде айтатын, Құдайдан аян келіп жатқан шығар, может намаз оқысын деген сияқты қылып. Или сондай, сол ата-анам есіне келтіріп, иә, жақсылыққа жортып жіберді ғой. Менде мектеп кезінде болған түс көру туралы дәл жаңағыдегідей ғой, анандай түстерді көп көретін едім. Сол бір нәрсе максимально үлкен болып кетеді, либо кішкентай болып кетеді, либо жүгіріп атып бір жерде тоқтап қаласың, либо сен бақырсаң еш нәрсені естімейсің. Басында сондай түстер көріп жүрдім, и потом түсімде заттарды көретін едім, либо болатын ситуацияларды көретін едім. И түсімде мен ұйықтап жатамын, и түсімде бір куртканың ішінде бір документ көремін ғой ше, и оянам, сөйтсем ағам Астанаға ұшу керек, и паспортын таба алмайды. И мен ұйқымнан тұрам да, анау түсімдегі куртка, и ішінде паспорт, и олар ол паспортты азаннан бері 3 сағат іздеген ғой. И одан кейін уже сол кезден кейін басталады. Мен уже жоғалған заттарды түсімде көремін, либо не болмаса бір күн алдын не болады, уже соны түсімде көремін. И білмеймін, сезем кәдімгідей, и мамаға айтатын едім, мама бүгін түнде свет болмай, свечалар дайындап қояйық деп. Мама қумашы, сандырақта бермеші, и дәл сол күні свет болмайтын, либо дәл сол күні су ішіп қалатын, сондай болды. Түсінбей олар жындың сандырағы келеді. И көп түсімді айтпайтын едім, но қатты сондай болып жүрді. Менде сондай бір период болды, көрген түстерім орындалып ше. И одан кейін үйде бір проблема болса, мен қиналатын едім, да, ұйықтай алмайтын едім. Ұйықтасам тұрып кете беремін, либо ұйықтап атам, басқа жақта оянам, ұйықтап атам, либо сырт жақта оянам, и сондай болды. И уже соңында шыдай алмадым да. Өзім диванда ұйықтаймын, оянсам, мен либо кухняда боламын, либо есіктің алдындағы мынандай кіреберіс жердегі диванда оянамын. Иә, сондай болады. Сондай болды, уже соңында шыдай алмай кетсем, и мен мамаға айтамын. И одан кейін біраз уақыт молдаға барып оқытылып, емделдік, и одан кейін менде уже ондай түстер көрмеймін. Лунатик болған тоже, блин, ол да басында мен не болып кеткен, адам болып кеткен. Адамдар өмір сүре ме? Мен де андай болды. Түнде ұйықтап атқам, по идее. И мен тарс еткізген дауыстан оянып кетемін ғой. Сөйтсем, мен тұрмын, мама папам есігін аяқпен теуіп, содан оянып кетемін. Еще сестренкам көрген ғой. Мен бүйтіп барғам да, короче, туалеттің алдына қарай барғам да. Аналар осы жақта жүрген сияқты деп бүйтіп қолмен былай көрсеткем да. И қайтып, қазір оятам, мен бір бәле деп күлгенмін да. И мама папам есігін тепкем ғой. Ауыр ма? Оқытамыз ау дейміз, жақсы. Мен сол бір оқытылып алуым керек сияқты. Мен андай барып оқытылмайтын едім да. Бір таныстарға мынандай сақтыларға демсақ берші деп айтатын едім. Мынандай деп бүйтіп көрсеткеніңіз болмады. Діни сауаттылығы жақсы, аяtul курсымен, ясинмен оқытылу керек қой. Менен жақсы болса болды ғой. Жоқ, ондай да емес. Керек етсе мен ұрып оқысаң да болмайды ғой, мысалы. Сол енді оқытады оған десеңке сол оқытып бол. Жоқ енді, бәрі самовнушениемен ғой, ол да осыған может Кукаға сенгеннен кейін мен оқып берші деп айтатын шығармын дегенде ғой. Бірақ андай естілесің ба, әйел мен әйелдің энергиясы бір-біріне өтпейді тупо. Әйел оқып берсе, ол как-то так әшейін оқып бере салып бетіне қалып деген сияқты қылып естігенмін. И бірақ еркектердің энергиясы болғанда да көп әйелдер ер адамдарға оқытыла беруге де болмайды. Себебі энергия ұрлау, энергия алмасу болып кетеді. Иә, сол нәрсе да. Фалақ нас, короче, аяtul курси өздерің оқып жүрсіңдер күніге. Негізі ең дауасы сол ғой. Бірақ соның бәрін біз тұрып істемейтіндеріміз бар. Еш нәрсе етпейді, үйренесің, әлі жассың ғой. И мен ол нәрсені білмеймін деуге де онша ұялмайтын. Кетіп ұнады. Мен андай өзімді кінәлі сезінемін ол нәрсе үшін. Не осуждаем, нормально, ол әртүрлі адам бар, главное Құдайға сенем. Но менде миымда анандай тұрады, может сендер үшін той не айтып жатыр деген сияқты шығар. Андай, мен Құдайға ондай жақын адам емеспін да ше, но менде бір проблема, қандай проблема болса да мен тез шығып кетемін сол проблемадан ше. И менде всегда мынандай тұрады. Менде ангел-хранительдер бар емес па, солар көп сияқты чувство болады, потому что мен үйтіп қатты қиналмаймын. Андай Құдайға ондай жақын емеспін, андай сүрелерде, оның есімдерінде ондай да білмеймін, оның бар екеніне сенем. Ол маған проблема бергенде сол, и шешесінде сол екенін білем. Шын жүрекпен сенем да ше, но оған жақындау үшін еш нәрсе жасамаймын деген. Сенім ғой, алдындағы ағайды айтқаны ғой, самый главный Құдайға деген сенім болса болды.
пәтөсін шариғат бермей қойған. Самое главное, сенім болса болды жүрегіңде. Андай кейбіреулер болады ғой, шли сол осуждать етіп, мен білем, сен білмейсің ба не деген сияқты, неғып білмейсің сен, а что ты че не мұсылманка что ли дейтіндер болады ғой, ондай болу керек емес. Ол қалай айтады, басқаша сенетін шығар, может ол. сол ғой сенімін мықты иә. басқаша сенемін сол жерде. Иә, бізде мысалға сүре білгенмен, көп зікірлер айтып жүргенмен, Құдайға сенгенмен, жаңағы бізге ауыр ситуация беріле ма, проблема беріле ма, біз оны өзіміз шешуге кірісіп кетеміз да, Құдайға салмаймыз деген сияқты сондай болатын шығар, может. Сен мықты болып тұр. Молодец. Сол басқа қосар айдарларыңыз? Негізі көп қой. Айтыңыз. Менде каждый бір историядан ғой негізінде. Көп актерларды білесіңдер ма? Жынға Андай сататын. душасын Иә, диалогға диалог. проводить еткен. Даже олар кейбіреулер жасырын болады, кейбіреулер Ашық айтады. ашық түрде Кім, айтады. біраз кім айтқан еді ашық түрде? Леди Гага, жоқ, Леди Гага. Ойбай, Леди Гага. Доджа Каттың өзі. Иә, Доджа Кат. Доджа Каттың өзі айтады ғой. Оның өзі, иә. өзі. Соның андай да нәрселер шығып кетті ғой қазір, билер тоже вот сатқан деген Знактар сияқты. болады, Знактар, соларын иә. қосады деген сияқты. Олар енді оларға мен андай қорқамшы. Типа ненікі ғой, не еді аты? масон. Масон. Жоқ. Даджал. Даджал келіп айтады ғой, мен сендерге барлығын берем, Иә. байлықты берем, үйтем. Оларда қазір байлық бар, атақ бар, бәрі таниды, и как-то бәрі бар болып тұр да, бірақ өздерінде емес қой, в общем, иә. Содан қиналады кезде соны сезгеннен, даже өздері айтып жылайды ғой. Иә. Мен өзімде емес. Музыкаларында да белгілері. Иә, Біртүрлі- көп біртүрлі мағынада. клиптарында, сөздермен былайынан Кәдімгі көруге болады анық ғой. масонсы белгілері бар ғой. Одан шыға ала ма екен сосын? Даже шығады деп мультиктерде де ойламаймын. сондай ғой. Мен де Мультиктерде де. Потому что ол сатқан душасын қайтып бермеді ғой оған деген сияқты ғой. Сол ғой. Андай болатын еді ғой, бір мультик болатын еді ғой. Мультик бет, кино бет, күлкісін сатып алатын. Мультик ау сол. Күлкімді сатып ала. Короче, бір ту пожиратель смеха еді, көрмегенсіңдер ма? В общем, күлкісін сатып алатын бір мультик болатын еді. Сонымен қатты ұқсатамын мен екеуінше. Типа, ода күлкісін сатады да, анау вообще эмоция көрсете алмайды оқады. Эмоциясыз жүреді да. И тупо оларда жандарын сатып жатыр ғой. Тек тәндерімен жүреді ма деп ойлап екеу қосам. Негізі ол нәрсе де жақсы, андай оңай дүние емес, бірақ одан қорқудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Иә. Потому что ол саған келіп еш нәрсе жасай алмайды, потому что таңдау әрқашан бар да ше. Иә, өзінде сен мына жақ таңдасаң да, сен мына жақ таңдасаң да, и таңдап алып өкінгенің де қажеті жоқ деп Иә, ойлаймын. бәрібір болатын нәрсе болып қойғаннан кейін не надо сияқты. Құдай таңдау бергенде, қандай таңдайтыныңды біледі, бірақ саған сол таңдауды беріп тұр ғой. Вот осы Иә. жерде сұрақ туады да, сен не таңдайтыныңды біледі, бірақ бәрібір таңдау береді деген. Не үшін береді деп. Вот сен өзің жеке Сен сол адамсың, кезде жеке тұлғасың, жеке. Сенің андай нені дұрыс, нені бұрыс емес ажырата алатының қаншалықты дәрежеге жеткендігін көрсетеді деп ойлаймын. Қандай адамсың деген сияқты тема ғой. В общем, сен достойнысың Иә. ба менің жақсылықтарыма деген сияқты ма? Ондай емес. Ондай емес па? Таңдап беріледі. Өз еркінде таңдайсың. Бірақ оның түбін біледі да, не таңдайтынын сонда. Онда не үшін таңдау бер? Ой, қой, бұл туралы. Өмір сүру Бастамай-ақ қояйық. Бұл туралы келесі подкастта. Қызжан айтпақшы, алла тағалаға не үшін, неге деген сұрақ қойуға болмайды. Иә. Дінде не үшін, неге деген сұрақ мүлдем керек емес. Мен қайтадан басына оралып кететін. Неге олай болды? Иә, діннен шығып кетуге дейін апарады. Мен ойланатын едім да. Әке-шеше менді дінге келіп жатқан кезде үйде уағыз қосады, өздері айтып отырады. Айтады, қызым, балам, мен сендерге айтуым парыз, бірақ өздерің шешесіңдер, өздерің таңдайсыңдар деп бізге таңдауды өзімізге беретін. Сол кезде рахмет айтамын да ол кісілерге қазірше. Рахмет айтамын. Ол кезде бізге солай дін жағынан көп андай ақпарат беріп отырды, үйретті. Сол кезде мен жек көріп жүретін, басында қабылдамайтын едім. Не үшін? Неге деп. Сонда біз не кукламыз ба болған? Зачем дейтін едім, мына өмір не үшін? Мен не үшін келдім? Неге деген сұрақтар көп болатын еді. Сосын, иә. Сол әке-шешеме рахмет айтамын. Дұрыс нәрсені бізге үйретті, дұрыс жолын көрсетті, таңдауды өзіме берді, таңдадым. И жаңағы сұрақтардың бәрінен арылған кезде, вот біз Құдайдың құлымыз, біздің басымыз оның добы деген нәрсені былай қабылдайсың, уже сенде бүкіл нәрсе жеңілденеді да, өзгереді. Өмірім менің 180 градусқа өзгеріп кетті. Жаңағыдай орамалға келген кезімде мен өмірім 180 градусқа прям өзгеріп кетті.
менде сөйтіп өзгерткім келеді, потому что мен миымдағы сұрақтар до того андай ерекше, ағайдың өзі болды қоя салшы мақұл, сенікі дұрыс деп қалды. Любой сөйтетін, хоть ана хоть кім болса да, вот не только что ағай, даже мен ағам шыдай алмай қалады менің сұрақтарыма. Менде андай андай түбіне кетіп қалатын сұрақтар да менде. Но мен білгім келеді солардың жауаптарын. Но соның жауабын біліп тұрсам да, ол неге ондай болды деген по-любому тұрады. Білмеймін, ол қалай дұрысталсам болады деп ойланып жүрмін. Например, мен соңғы қойған қызық сұрағым, жұмаққа тек мұсылмандар ғана кіре ма дедім. Қалай ойлайсың? Жұмаққа тек мұсылмандар ғана кіреді деп ойлайсың ба? Деп өзің кіргізетін или басқа біреу кіргізетін сияқты, басқа адам кіргізетін сияқты ойлама да. Просто ойың қандай? Мен ойымша андай ғой, қандай адамды негізі жақсы сосын жаман адам деген болмайды. Жасаған жақсылығы көп адам немесе жасаған жамандығы көп адам деп біздің андай ешқандай құқығымыз жоқ, сен жақсы адамсың, сен жаман адамсың деп айтуға ше. Просто жақсылығы көп и жамандығы көп деген сияқты ғана болып айта аламын деп ойлаймын. И мне кажется, енді мысалы үшін просто ешқандай дін жағынан ойламай, просто андай ше, адами немен қарасаң, жұмаққа сауабы жасаған жақсылықтары көп, ешкім оның андай ала жібін аттамай, ешкімді жылатпай, ешкім көз жасына қалмай, андай қайтып айтсам болады, сондай ғой, жасаған жақсылығы көп адамдар кіретін сияқты. Маған ағай былай жауап берді, тек мұсылмандар ғана деп жауап береді. И менде уже басталады. Мысалы үшін мынандай қара, мысалы үшін Анджелина Джоли бар емес, мысалы үшін ол мұсылман емес па? Ол қанша қайырымдылық қорын жасайды, мысалы үшін қанша су жоқ жерлерге су жібереді. Бірақ мынандай нәрсе де бар ғой, сен қанша жақсылық жасайсың, бірақ сен мұсылман болмасаң, ол сауабың қабыл болмайды деген нәрсе де бар да ше. Вот осы кезде тоже сұрақ келеді. Неге үшін деген сияқты. И мынандай бар да, қараңдар. Например, христиандарға барып, точнее, қазір айтады ғой, типа христиан діні ол бұрмаланған, мақұл бұрмаланған шығар, оған ешнәрсе демеймін. Оларға барып сен мұсылман болу керексің деп, мұсылман болмаса сен жұмаққа кірмейсің десең, олар қабылдамайды оны. Потому что олар сол дінде, олардың ата-аналары болды, олар туылғалы сол дінде болды. Например, саған біреу келіп қазір, оказывается, олар, например, соған сеніп жүр, міне христиан діні біздің дін деп. Қара, саған біреу келеді да, ислам діні, оказывается, өзгертілген екен, Құран. Христиан діні дұрыс екен деп саған біреу христиан келіп айтса сен, ойбай болды, онда мен жұмаққа кіру үшін мен христиан болу керекпін деп өзгеріп кетпейсің ғой, дініңді өзгертпейсің ғой деген сияқты нәрсе бар да менде. Мысалы үшін дін өзгертуге келгенде де, если христиан мұсылман дінін қабылдаса, ол ең үлкен сауаптардың бірі болып есептелінеді да. Ал мұсылман христиан дінін қабылдаса, ол керісінше. Жоқ, просто христиан діні ислам дінінен бұрын шықты. Маған сол нәрсе тұрады да. И анау нәрсе бар. Например, христиандар бар, кейбір имамдардан өте жақсы. Христиандар ғана емес, мақұл, бір адам бар да, вот прям жұмаққа прям достойный да, андай таза мұсылман адамның тірлігін істейді. Ешқандай сол сен айтқандай ғой, бағана Анджелина Джолиді жоқ бар. Сен мына кісі деп әкелмесең, жоқ, сен дәлел қоя алмасаң, өйтіп айту керек емес. Салыстырмалы түрде көке қараш, шынымен бар ғой ондай адамдар. Жоқ емес, Анджелина Джолидің өзі мақұл. По-любому бар ода ше. Не бір мұсылмандардан жақсы христиандарда бар. Мен дінге сенбеймін, ойбай бір бәле дегенім емес. Менде просто адами қасиетті, адами нем ұстап тұрады да. Неге? Олар бізден жақсы, например, кейбір мұсылмандардан, кейбір имамдардан жақсы да. Неге олар жұмаққа кірмеу керек? Әшін ислам дінін қабылдамағаны үшін ғана ма деген нәрсе маған қатты тиеді. Потому что енді олардың да сенімі бар. Олар да сенеді, олар да ешқандай жамандық жасамайды да, олардың ұяты бар, намысы бар. И осы нәрсеге ағайын айтқаны бар. Тоқта, ағайын айтқаны былай, адамның сенімі болу керек. Құдайға, бір Құдайға сену керек болды. Ол туралы Шәкәрім деді ма? Кім біреу жазған деді, тоже сенім мықты болу керек, и жақсы адам болу керек деген. Құрамда да айтады ғой, ұлтпен, дінмен жараттық дегенде ше. Может, қараңдар енді. Сөзімді айтып алшы. Айта бер. Сен айтып ал. Айтып болдың ба? Да. Енді қара, христиан діні ислам дінінен бірінші түсті, бірақ ол өзгертіліп кете береді, адамдар бұрмалап ала береді. Сол үшін Құранды түсірдік, соңғы пайғамбарым осы деп жараттық, соған хақ деп сену керексің, болды, басқа дін жоқ, басқа пайғамбар жоқ, басқа Құдай жоқ. Ол осы соңғысы деп түсірді. И қазір мен ойлаймын да, дамыған заман, ислам діні туралы көп біледі, көп зерттейді, даже жаңағы сен айтқан жақсы адамдардың өзі ислам дінін зерттеуі мүмкін да, зерттеген адамдар да бар, и олар ислам дінін қабылдаған адамдар да бар да. Олар өзгерген
қалай дейсің? еш нәрсе демеймін. Иә. Просто былайша, например, христиан діні, ислам діні шықпасқа дейін енді христиан діні болды ғой. Иә. Сол кезде ол дін дұрыс болып тұрады да. До этого жүрген адамдар, ислам дініне дейін өмір сүрген адамдар жұмаққа кіре ма? Потому что олардан алдын болмады ғой ислам діні. Енді олар оған дейін Олардың- пәтуасы шығарылып жұмақ тозаққа бөлініп қойғандар ғой. Біздің неміз басқа, біздің дәуіріміз басқа, біздің заманымыз басқа, біздің пайғамбарымыз кітабымыз басқа да. Олардікі басқа болды уже. Ал қазір саған қайсы кітапты түсірді қасиетті етіп, сонымен жүру керексің. И жаңағы пайғамбарымыздың өзінің көкесі білді ғой, ислам дінін білді, пайғамбардың өзін пайғамбар деп андай қатты Ешқандай Иә. қарсылығым жоқ саған, бірақ мен Атамның сол иә. нәрсесі маған қатты нетті да. ол Мен жақсы атамның адам тастап болған кеткенін, ата бабам тастап кеткен дінді мен Иә. нетіп Сол кете үшін алмаймын дейді. да. ол жұмаққа сол үшін кірмеді. Иә, Ол тәкаппарлық емес, қуасыңдар ма? тәкаппарлық деп Тәкаппарлық айтуға емес болады. ол. Тәкаппарлық Тәкаппарлық емес. деп айтуға болады. Саған біреу келіп, қара саған қазір біреу келеді, жақсы дін шықты, оказывается, мынау дін жақсы дін тастап кете алмайсың. Кетпеймін, потому что осы дінді соңғы дін, соңғы пайғамбар, соңғы қасиетті кітап деп түсірді болды. Басқа ештеңе түсірмейді болды, бұдан кейін ештеңе жоқ деп айтты болды. Құранда ол жазылды, қасиетті Құранда ол жазылды. Вот. Мен ол адамның не үшін олай істегенін мен де білмейміз ғой, ішіне кіріп шыққан жоқпыз ғой, не үшін ол Ішіне кіріп дінді шыққансың ба, қабылдамаған. иә. Бірақ мен ол нәрсені тәкаппарлық деп мен де қабылдамаймын. Қараш, сен Если ол тәкаппарлық болатын болса, сен онда ол дінді не үшін Иә. ісіне қыласың Мен деген араластырма, сияқты болу мен керек. деп. Иә. Иә, ол Онда менің тәкаппарлық жерімде емес. сен бұл дініңді насихаттама деу керек. Вот осы тәкаппарлық. Ал Иә. оның мен саған ешқандай қарсылық білдірмеймін. Мен сені қорғап жүремін. Андай айтты ғой, айтылған ғой, дұрыс па? Тоже менің оқығаным, который саған біреулер келіп андай Иә, сен ол қосып жатса, мен сені поддержкасын қорғаймын берді, деген иә. нәрсе. Поддержкасын берді. Бірақ мен қабылдай алмаймын сені дінді, потому Вот что мақұл. менің ата бабам тастап кеткен дінді мен просто так қалдырып кете алмаймын деді. Вот тәкаппарлық болып есептелмесе де, Есептелмейді. есептелмейді мақұл. Солай жасаса да ол ислам дінін қабылдамаған үшін тозаққа барды деп айтылады ғой. Енді ол до этого болды, до этого надамы До жоқ. этого Жоқ, емес, бірақ сол бірақ кезде болып жатқан нәрселер. нәрсе туады ғой ше. Құдай оған выбор берді деген сияқты ше. Иә. Либо осыда қаласың, либо И Құдай білді оны не істейтінін. бірақ оған Білгенде таңдау оған берді ғой. выбор берді ғой. берілді ғой. Енді выбор берілгені Ислам дінін сен де таңдап- бағана айттыңдар ғой. Жұмаққа. Выбор беріледі, бірақ оның Иә, түбінде не иә, ол таңдау жерде беріледі. қарап Получается, береді. сен ол Алла нәрсені тағала ғой, біз- получается, сен ол нәрсені әлі түсінген жоқсың, дұрыс па? Если сен түсінгенде қазір ол сұрақты сұрамайтын едің. Мысалы үшін сен таңдау берді, таңдау всегда беріледі. Бірақ соңында не таңдайтыныңды біліп тұра ма? Біліп тұрады ғой, енді жаңа деді дәу көкке айтпақшы ғой. Болды ғой Адамның басы енді. Құдайдың добы. Сен не істейтініңді біледі, ол бәрібір саған таңдау береді. Енді қарасай, мен не істейтінімді білсе, таңдауды берілсе, бәрібір қай таңдауды таңдайтынымды түбінде біліп тұрады ғой, дұрыс па? Может, сенің өмір өзгереді ғой. Құдай сенің өміріңді өзгертемін десе, мынандай бір секунд Ой, Ой, біліп тұрмын ғой. Жоқ, мынау қазір қайттан ауыр тема болып кетеді. Қараңдар, таңдау береді. Например, қара. қысқарта сал, өшіре салсыңдар. Жоқ, қысқартатын жері ауытқып болса. кетті кішкене. Тақырыптан ауытқығанда қарасаңдар, например, міне, бір бәле берші. Тасбиби ба? Бір бәле, міне, например, қара, мына екі ойыншық тұрады да, маған таңдау берілді. Қайсысын аласың? Бірақ ол не таңдайтынымды біліп тұр. Дұрыс па? Иә. Мен, например, маған екі таңдау беріп тұр. Мынау жаман, мынау жақсы мысалы. Мақұл, біреу жақсы, жақсы жаманға емес, мынау әдемі емес, мынау, например, сырт киіміне қарағанда ше, әдемі емес. И ол мен не таңдайтынымды біліп тұр. Дұрыс па? Вывод, мына жақта соңында не шығатыны білініп тұр ма? Онда болды ғой, Құдай сол кезде кім, пайғамбарымыз саллаллаху ағасы, мұсылман діні, точнее, ислам дінін қабылдамайтынын біліп тұрды, но все-таки таңдауды беріп көрді. Если ол, мне кажется, таңдаса да, таңдамаса да Құдай біледі оны. Сен өмірің сен таңдауларыңа қарай өзгереді ғой. Иә. Қағида жоқ Фокус қой. қойылған, иә, қойылып керек емес сияқты. Маңыздысы сенің таңдау Таңдауда. берілді, таңдауың сенің. Сенің таңдауың маңыздысы. Оны біліп білмегені керек емес сияқты меніңше. Оны қозғап керек емес. Неге? Айтса. Жоқ, қарасаңдар. Осы сұрақты ұстаздарға қойсаң керемет қыз жауап береді негізі ше. Ұстаздарға қойсаң осы сұрақты. Дауым ма? Сен Просто ше, қарасаңдар, таңдау беріліп тұр. Соңында не таңдалатыны білініп тұр. Болды ғой, оған Мынаны неге өзгертіп тастай беруге болады ғой. Оны өзгеретін, өзгермейтінін де біліп тұр ғой Құдай. Енді сен жасаған Қалай таңдауға өзгеретінді байланысты де біліп тұр ғой ол. Иә, жасаған таңдауыңа байланысты, если дұрыс таңдау жасасаң,
дұрыс. сол жағына қарай өзгереді. мысалы үшін қарасаң ана историяны білесің ба, адам суда батып жатады дейді да ше, и ол құдайдан көмек сұрайды дейді да, если сен бар болсаң маған көмектес дейді, и одан кейін бір кеме келеді, сен батып жатсың ба, саған көмек берейік па дейді, анау адам жоқ, маған құдайдың өзі көмектеседі дейді. Екінші кеме келеді, сен батасың ба, көмектесейік па дейді, анау тұрады да жоқ, маған құдайдың өзі көмектеседі дейді. Үш кеме келеді, сол анау тұрады да жоқ, құдайдың өзі көмектеседі дейді, анау соңында батады, өледі, и құдайдың алдына барғанда сен маған көмектеспедің ғой дейді. И тура жаңағыдегідей үш кемені саған не үшін жібердім деген сияқты ғой. Просто ол ше таңдаудың мәселесі, сен нені таңдайсың, и өмірің дальше солай жалғасады. Андай вывод деп айтсың ғой, қатып қалған вывод жоқ қой. Құдай білді ма соны таңдамайтын? Может ол таңдағанда басқаша болатын бе еді. Таңдағанда білетін. Просто Ол Құдай білген білмегенмен сенің өмірің өзгермейді, сенің өміріңді өзгертетін сенсің. енді біліп тұрмын ғой, мен өмірімді мен өзгертемін, мен оған еш нәрсе деп жатқан жоқпын, Ал не достар. жатсың енді? Айтып жатырмын да, просто таңдауымды біледі, не таңдайтынымды біледі деген сияқты. Бағана не үшін шықты бұл әңгіме өзі? Оны таңдау берді ғой дедіңдер ғой. Болды ғой, Құдай соңында біліп тұрды ғой нені таңдайтынын. Зачем ол адам? Таңдатып дейсің ба? Зачем таңдатып? Жоқ, ондай демедім. Зачем ол адамның өміріне таңдау берілді ғой деп обсуждать етіп деп айтайын деген ғой. Просто мынандай нәрсе бар да, сосын қараңдар. Ислам діні қазақ еліне қалай келді? Қазақтарға қалай келді? Атылық шайқас арқылы келді емес па? Не деп айтты? Біздің дінді қабылдасаңдар, біз сендерге көмек береміз деп, дұрыс па? Ол кезде адамдардың жағдайы төмен болды, сол үшін. Қара, ол кезде жағдайдың төмен болғаны бізде тәңіршілдік болды, дұрыс па? Иә. Ол яғни тоже тәңір бар, тәңір құдай, тәңірі бар деп жүрді ғой, дұрыс па? Көк тәңірі деп шаманизммен сондай кинода сол көрсетеді. Бірақ білмеймін, бір ғой, тоже бір өзінің дінін сатып кеткен деп қабылдап қаламын мен ше. Тәңіршілдік ол дін емес қой. И ол нәрсе Сенім ғой. Ол сенім, дұрыс па? Қазір де Ол нәрсе қазір де бар ғой. Мысалы Мысалы үшін жаңа дегендей бастырып жатсаң да жатқан жеріңді аласта дейді. Ол да тәңіршілдіктің қалған несі ғой. Күнімізде Бізде ме? Жоқ, мақұл енді, просто қорқытып, андай бір сендер қабылдасаңдар ғана көмектесеміз деген нәрсемен неткені болмады. мүмкін ол кезде андай ислам дінін әлі толық түсінбей андай күш қолдану мүмкін болды сол кезде. Кім толық түсінбей? Арабтар ма келіп жатқан? Жоқ, сол кездегі арабтар. Тарих әрқашан бұрмаланады ғой, мүмкін ол кезде тарих бұрмаланған шығар. Жарайды енді. Қорытынды. Құдай біреу, қасиет кітап біреу, и пайғамбар жалғыз. Тылсым күш, жаңа Тылсым жердегі күш, жарық, сиқыр, ол бүкіл нәрсе, бар нәрсе, хақ нәрсе, но ол әр адамның оны қалай қабылдап сенуіне байланысты. Ешқандай бір пәтуа бермейміз, біз күшті білеміз деп, еш нәрсе айтпаймыз, біз өзімізге әлі жетпейтін кішкентай ғана бір біліміміз бар, өзіміздің түсінігіміз бар. Сол нәрсемен, өте кішкентай ғана түсінігіміз, өте кішкентай ғана біліміміз бар. Біреуге бір андай болды, мынандай болды, сондай болды деп өзгертетін нәрсе. Менің айтып жатқаным да біреудің ойын өзгерту емес. Мынандай деп болды қоя салу керек болушы, мен бірінші мінезімді өзгерту керек болып тұрмын. Мінезіңді өзгерту. Мен мінезім өзгермейінше, мен хочу, не хочу, бәрі бұл нәрсені қабылдай алмаймын. Тупо мынандайға қабылдап, дей салуым мүмкін, бірақ мен мына жерімде мынандай нәрселер. Мына жеріңді мына жаққа дұрыс түсіндірсең. Жүрегіммен басымда өте көп мынандай тамырлар мен сұрақтар жатуы мүмкін. Шымалас. Мен ол жатпас үшін мен түбінен жету керекпін. Маған біреу осы мынандай нәрседен, например, үйтсем мынандай болады, бүйтсем мынандай болады деп түсіндіріп бермейінше мен еш нәрсені түсінбеймін. Оны дін туралы болсын, тағдырым өзі бүйтіп түсіндіретін сияқты. Менде де сондай сұрақтар көп болды дедім ғой. Мен мама папама қарсы шығатын едім, не үшін, зачем мына өшіріп тастаңдаршы, басып тастаңдаршы. Болмайтын нәрсе ғой, ертегі деп айтатын едім мен. И маған тағдыр осылай былай айналдырып әкелді да міне саған деп көрсетті. Мен айтатын, мен мамаға көп қарсы шығатынмын, көп қарсы сөздер айтатынмын да, соның барлығын Құдай әкеліп алдыма салды. Вот мен соны қабылдадым, мойындадым. Вот өмірің сұрақтардан, андай артық сұрақтардан басымда жоқ менің қазір, и жақсы жағына өзгерді деп айттым ғой. Вот сондай. Маған ше не только Кук арқылы, ағам арқылы, Райымбек арқылы 1045 жерден келген. Мен түсінемін, мақұл деп оларды қабылдаймын, сәл кішкене бірақ өзімдікі. Соңында бәрібір миым мен жүректе сол сұрақтар қалады. Жарайды достар, сау болыңыздар. Сау болыңыздар дегенде, жаңа тылсым дүние деген біз тақырыптан кішкене ауытқып кеттік енді. Бірақ бәрі-бірімен байланысады ғой. Бір-бірімен байланысады. Тұңғиық, тылсым дүние, жындар. Ол бағана Эльвира айтып кеткендей бар нәрсе.
хақ нәрсе, жазылған нәрсе, айтылған нәрсе. Яғни жындар, тылсым дүние деген. Біз оған да бірақ ешкімге еш нәрсе демейміз. Ешкімнің ойына кіріп сен соған сену керексің, үйту керексің демейміз. Бұл просто біздің сеніміміз, сол білетініміз деген. Әркімнің өзінің қолында, өзінің таңдауы, өзінің миы бар, өзінің сенімі бар. Біз барып біреуге сен ананы үйтіп сену керексің, сен сеніміңді өзгерту керексің деп еш нәрсе айта алмаймыз. Болды. Жақсы. солай. Сіздер не дейсіздер? Күшті андай Өте күшті болды, әумин. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.